ештеңе жоқ. Мәссаған, көк түсті тозаңның арқасында ұшуға болатынын әлі сен алмай отырмын. Иә, ол үшін тек... Түсіндім. Яғни гүл тозаңын ағаштың түбіне құю керек болды ғой. Күмісші, қалай болдың? Жіпті айналдыр. Сіздің көздеген жоспарыңыз бар. Сыңғырлақ, тартпаны барынша қаттырағаш. Сонда тозаң алтын түске айналып... Күмісшік тарт жіпті. Кеменің үстін толықтай жапқанда біз... Сонда аспанға ұшамыз ба? Мен қатты таң қалып тұрмын, капитан. Қарақшылардың басына ондай ой қайдан келсін? Сізде ерекше бір қабілет бар. Кішкентай болсаңыз да талабыңыз зор. Сіздей перизатпен дос болу мен үшін үлкен мәртебе. Мінеки қылышыңыз, капитан. Бәрі дұрыс па? Иә, олар ағашқа қарай кетті. Сонда кетті. Роз, сенің шашына... Сөзді қоя тұр. Қазір уақыт жоқ. Осылай бәрін рет-ретімен істеңдер. Кемеге не құрылым мол тозаң себілсе, соғырлым биікке көтерілеміз. Бәрін мұқият тексеріңдер. Бұл тозаңның әрбір түйірі алтыннан қымбат дейді капитан. Өте жақсы. Түсіндік. Жақындап келеміз. Жарайды, енді байқамай қалдым. Мүлдем жақындамай-ақ қойшы. Тек ұша бер. Иә, жай ғана ұш. Жарайды. Әуелі кетсін. Сосын тозаңды аламыз да дереу тайып тұрамыз. Мүмкін алдымен онымен сөйлесіп көрерміз. Біз онымен сарқырама жақта сөйлесіп көрдік қой. Кет. Кет. Масқара. Жоқ. Жалынан өспей қойшы. Тоқта. Сталдың ба? Біздің қабілетімізді ауыстырсаң, саған кедергі бола алмайды деп ойладың ба? Ол ойым іске асқан секілді. Мәссаған ұсталдыңдар ма? Оп-оңай қақпанға түсірдім. Зарина, олай етпеш. Жүрші бізбен бірге. Елге қайтайықшы. Мен енді ешқашан ол жаққа қайтпаймын. Бұл жер саған лайық емес қой. Жоқ, маған жалғыз лайық жер осы. Біз сендерге қарағанда оны құрметтей білеміз. Ол біздің асыл қазынамыз. Асыл қазынамыз. Торғағама, олардан көзіңді алма, ұқтың ба? Жарайды. Сол көзім барда бәрін бақылай алам ғой. Мен ойып алмай тұрғанда. Капитан, көңіл күйіңіз қалай? Жігіттер, капитан жұмысты жалғастыруды бұйырды. Көп бола, капитан. Естідіңдер ме? Жұмысқа кірісіңдер. Керемет. Қысылып, қымтырылмаңдар, ханымдар. Алақай, сорпам дайын болды. Ау, бай шіркін. Иісі мұрын жарады ғой.